Сәлем everybody. Скрепкадан басталған проектіміз жалғасып жатыр. Бүгін міне номер 10-шы шығарылым. Бұл шығарылымды біздер Оралдағы Звезда Дәуренмен бастаймыз. Дәурен бұл Абибас КВН командасының резиденті. Ал міне достар, көптен күткен жаңағы бұл жігітті Дәуренді іздеп кәдімгідей көп уақыт, неше уақыттан бері звондасып жүрмін сенімен? Бір жұма жарым ба, 2 жұма. Иә, 2 жұма бойы звондап осы Дәуренді ұстай алмай жүрмін. Бұл жігіт енді Дәуренді өздерің білесіңдер, біздің Оралдағы суперзвезда. Иә. Сіздер чемпион болдыңдар ғой еще? Жоқ болдым. Чемпион болдыңдар. Дәкенса финалға шықтық та, дәкенса ойнамай қалдық. Негізі чемпион болатын едіңдер, Иә. Негізі халықтық чемпионсыңдар ғой негізі. Иә. Бұдан бөлек жаңа өздерінің Абибас шоулары бар. Бүкіл Қазақстанның звездаларының бәрі осылардың қонақта болып кетті, осылай емес пе? Бүкіл. Одан бөлек еще тағы бір киноға түстің ғой сен. Иә, 1040 километр. 1040 километр, иә, бүкіл Қазақстанның кинотеатрларын бәрінен көрсетті ғой. Ішінде кілең звездалар болды. Кім? Бақытжан Әлпейісов, да? Иә. Ана әншілер кім еді? Делакур, сосын Асқа Принц. Иә, солардың бәрімен ойнаған жігіт мынау ал. Осы Дәуренменен көптен бері хабарласып бүгін міне әкеліп тұрмын, бір ауыстырым жасайық деп. Міне Дәурен, енді мен немді айттым ғой, проектім қандай екенін. Иә, қалай болғанда да ауыстырып елеп алға жүре беруім керек. Енді қалған заттарымның бәрі қандай бар екенін айтпай-ақ қойын. Оны бана айтып тастадым саған. Осы міне жақында осы бір складтан алған Аружан, қазақ қызы Аружан берген ваза, сервиз 5500 тұрады деп берді. Осыны давай сенімен бір ауыстырым жасап жіберейік. Давай. Ал не бар сенде? Мен сыйлығымды алып Давай, кете тұрайық. Бұл бір повезло бізге, көрдің ба? Бұндай жігіттермен ауыстырым жасау 2 күннің бірінде бола бермейді. Бұл былай алғанда қазір біздің Орал масштабында звезда жігіт қой, звезда. Келеді. Менде ауыстырымға осындай күшті сувенир бар. Андай әлі, ручной қолдан жасалған ғой. Там шынайы жасалған. Қалай болғанда да, мынаның бар ғой, даже бағасы деген, даже 500 теңге болса да бар ғой, сен бергесі мынаның бағасы деген, как минимум 20 мың ғой, 20 мың. Дәуреннің өз қолынан алып тұрмын ғой мынаңыр. Ал онда давай, ауыстырайық, мынау саған, мынау, сервиз, үйге барып шай ішесің, отырып алып. Ал мына қараңдар, ауыстырым болды. Мынау қаншаның заты примерно? Примерно 6000 теңге ішіп кетеді. 6000 теңгенің заты дейді, мынау 6000 теңгенің. Бірақ та енді Дәуреннің өзінің қолынан алғасын, мына затты мен деген 20 мың деген баға қойып қойдым мені. 20 мыңға мынаны ауыстырам мен. Не бар ма? Ручка бар ма? Қол қойып жібер. Ручка жоқ менде. Да? Ручка ұстап жүрмейсің ба? Адамдар автографқа шауып келгенде немен бересің? Или каждый өздерінің ручкасымен келе ма? Қап, ручка болмай қалған қаршы. Мынаған тек автограф қойып алғанда, Дәуреннің автографы десең вообще ататын еді мынау. 20 мың. Ал кімдегі мынаумен ауыстырады? Дәуреннің өз қолынан алған сувенир 20 мың деген баға қойдым. 20 мыңға әкелесіңдер, 20 мыңның затына мынаны ауыстырып жібереміз сіздерге. Ал міне Дәурен, осымен рахмет, керемет ауыстырым болды. Әрең деп жүріп, әрең ұстадық мына жігітті. Болды. Мынаны енді 20 мыңға ауыстыра аламын екен. Қол бар мына жерде міне. Өзі былай пушистый екен, жақсы, әдемі. Ал осы ауыстырымнан кейін 3 подряд организацияға кіріп шықтық. Қандай результат болғанын міне қарап жіберіңіздер. Ал міне қаланың сыртына келдік. Сарытаудың ар жағында мастердом. Осында қазір мастердомға кіріп, өзіміздің ұсынысымызды айтып көреміз. Міне мастердом. Үлкен гипермаркет. Құрылыста бар, бәрі бар ішінде. Көреміз, не болады екен. Ал кет, ішіне кіреміз. Администраторға сұрайық. Сәлеметсіз бе? Ана администратор.
Администратор әлі жоқ екен, күте тұрайық. Мұнда кіріп көрейік. Так, міне көрдіңіздер, қатарынан 3 отказ. Каждыйның өздерінің хозяиндары жоқ, хозяиндары болмағасын, бұлар өздері көп ештеңе шеше алмайды, көрдіңіздер ғой. Біздерге не болса да өзі хозяины бар дүкендер керек болып тұр ғой, дүкен, магазин, супермаркеттер. Кеттік, ары қарай басамыз. Так, біздер келесі ауыстырымға шықпастан бұрын мен сіздерге тағы бір қолымда қандай заттар бар екенін бір шолып өтейін. Мүмкін осы видеодан кейін біреулеріңіз мүмкін жазып ауыстыратын предложенияларыңызбен маған шығып жатсаңыздар. Оның ең қымбаты мендегі қазір қолымдағы міне мына бір дүние Ray-Ban Meta очки, Ray-Ban Meta 250 мың тұратын Ray-Ban Meta очки. Умный очки ғой былай алғанда. Өзі түсіреді, өзі обрабатывать етеді, өзі бәрін жасайтын очки. Одан кейін мынау 90 мыңдық жиынтық, 90 мың тұрады, ішінде 6 инструменттің түрі бар. Одан кейін мынау 2 инструменттің түрі бар, біреу болгарка, біреу деген перфоратор, 25 мың тұрады. Мынау перфоратордың өзі 20 мың тұрады. Мынау болгарка, мынау мощный болгарка, 30 мың тұрады мына болгарканың өзі. Так, мынау шуруповерт 15 мың тұрады. Мынау бізде екінші выпусктан бері келе жатқан монитор телевизор 70 мың тұрады. Содан кейін мынау бүгінгі ауыстырымдағы шыққан 20 мың деген баға қойып қойдым, өйткені көрдіңіздер ғой, міне суперзвезданың автографы бар. Және де мына жерде жоқ дүнием бар, ол бетономешалка Tulix деген фирмадан. Мына жерге фотосын қойып қойын. Мына 150 мың тұрады ол Tulix. Және де қорада бір қойым тұр, 70 мың теңге тұрады қойым. Осы заттарым бар. Кімде-кім ары қарай менімен ауыстырғысы келеді, осы видеоның астына жазыңыздар. Барамын осы қаланың ішіне. Не болмаса аудандарда да бір жақсы ұсыныстар түсініп жатса, ауданға да басып кетемін. Ал енді біз келесі ауыстырымға көшейік. Бұл ауыстырым деген шытырманға толы ауыстырым. Кезінде Ерекең деген жігітпенен қойға ауыстырым жасағанбыз колонканы. Одан кейін Ерекең деген жігіт 2 күннен кейін қойды алып келіп берем деген. Одан кейін уже бір ай өтті. Біресе Ерекеңнің қалаға келе жатқанда машинасы сынады, екінші күні жаңағы жері өртенеді, үшінші күні жаңағы сейт ұстамай қалады. Сөйтіп бір ай өтті ғой, бір ай өтті. Мен мына ауыстыратын жігіт Ахат, соған кәдімгідей риза болып отырмын. Бір ай бойы күтті ғой мені. Бір ай бойы күнде жазады маған, қой келді ма деп. Мен оны Ерекеңе жазам, қой қашан келеді деп. Ерекеңнің әйтеуір жаңа сылтаулары бітпейді. Біресе анау, біресе мынау. Сөйтіп бір ай болды ғой, бір ай болғанда қой келді міне. Енді Ахат та әйтеуір айнып қалған жоқ, ауыстырымға келді. Міне қараңыздар қандай ауыстырым болғанын. Ал достар, міне көптен күткен бәріміз осы қой кімге кетеді екен деп жүрдік қой. Міне арада бір ай өткенде мына Ерекең кезінде қоймен ауыстырдық қой. Сол қойды бүгін әкеліп беріп жатыр міне. Енді ауыстыратын жігіт те келіп тұр. Қазір сразу осы жерден қойды ауыстырып жасап жібереміз. Міне қой баяғы сол жерге келдік.
қойымыз тұр. Қойды бір көрсетші, үлкен кадрмен. Міне, қойымыз тұр. Ал, давайте, енді бұлай. Қалай ауыстырым болады ау? Міне, Ерекең, сен бір айдай жүрдің ғой, бір ай болды қой жүрдің. Не болып қалды ау? Шаруалармен ғой. Шаруалармен? Давай. Міне, Ахат деген жігіт қоймен ауыстырамыз қазір. Короче, қой. Примерно мына қой міне. Мен басында айтқам Ерекеңе, бұл қой деген примерно 70 мың тұрады деп. Бірақ енді қой деген қазір мына қойдың көріп тұрсың ғой. Нормальный қой шығып тұр, бұл 70 мыңнан да үлкендеу болып тұр ал. Иә, немен ауыстырамыз ал? Сен де бір айдан бері мына Ахат деген жігіт міне. Бір айдан бері мені күтіп жүр. Қой қашан келеді деп. Міне, енді қой келді. Ал Ең алдымен ассалаумағалейкум баршаңызға, барша көрерменге. Мына қойға ауыстыруға алып келіп тұрған затым бағасы қазір енді Каспий маркетплейсінде 97 мың теңгеге тұр. Яғни сізде дейтін шарт бойынша көбірек болу керек. Иә. Барлық выпуск көрерміз, иә. Алып келген дүнием новый алтын сақина. Мәссаған, қайсы? 1,4 граммдық 18,5 размер. Бағасы, мұнда бағасы мен бәрімен тұр ма? Бағасы жоқ, бағасын дәл осы сақинаның бағасын Каспийден көрсете аламын қазір. Давай көрсетіп жіберейік нелерге. Көрермендерге, чтобы мен ары қарай ауыстырғанда ыңғайлы болсын. Міне мынандай сақина екен. Мынандай сақина, коробкасымен, мынандай несімен тұр. Мынаны не алып атайды мынаны? Биркісімен бәрімен тұр екен да. Көрді ма, якс болсайын ба? Дәл осы сақина, дәл осы размерде 1,4 грамм 97 мың теңге Каспий маркетплейсінде тұр. Бұл енді ыңғайлы ғой, маған да ыңғайлы, кішкентай зат. Менің ойымша алтынды спокойно любой жерде ауыстырып алдағы уақытта әйелдермен де ауыстырып жасауға болады ғой. Қайда коробкасы? Ал онда осымен қараңыз. Бір айдан бері бүкіл көрерменнің бәрі күтті осыны. Жазып, маған Инстаграмға көп адам жазып, қоймен қашан ауыстырасың, қойын кетті ма деп. Міне қараңыз, осымен бүгін қой кетіп жатыр. Примерно қаншаны қазір мына қой? 70 дедік, мынау деген одан асып кетті ғой қазір. 90 мыңның қойы ғой. Мынау примерно 90 мыңның қойы болайын деп тұр. 90 мыңды енді 97 мыңның затын ауыстырып жіберіп жатырық. Қалай болғанда да енді алға жылжу бар. И маған кішкене оңайлау, өйткені мынандай затпен ары қарай қой өзің білесің ғой, постоянно қорада адамды әкеліп жүру керек, ыңғайсыздау болды. Мынау қазір ыңғайлы міне. Ал осымен давайте фиксация жасайық. Міне, ауыстырым жасалды. Кетті қой. Ал міне Ерекең де міне бір айдан кейін қойды әкеліп беріп тұр ал. Осымен құрметті көрермендер, осы шығарылымды аяқтаймыз. Қазір енді қой кетті. Қойдың орнына міне мынандай сақинамыз бар. Бұл сақинаның бағасы 97 мың. Осыдан жоғары суммаға ауыстыруға келісемін. Ауыстыруға барамын. Ал енді шығарылым аяқталды. Лайк, коммент, шер сіздерден, жақсы видеолар менен. Келесі кездескенше.